Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін қазақтың ұлттық тағамы бауырсақ дайындаймыз. Қазақтың ешбір той-томалағы бауырсақсыз өтпейді. Бұрын менің қолымнан бауырсақ дұрыс шықпайтын, сіңілім осы керемет рецепті беріп, содан бері менің бауырсақтарым өте керемет болып шығатын болды. Сондықтан менімен бірге дайындап көріңіздер. Бірінші жылы су мен сүтті алып, оның үстіне дрожжи қосып, жақсылап араластырамыз. Содан соң оның үстіне ұннан басқа қалған ингредиенттерді қосып, тағы да араластырамыз. Енді ұнды кішкене-кішкенеден қосып отырып, арасында араластырып отырамыз. Содан соң осындай жып-жұмсақ қылдырып қамыр илейміз. Қамырымыз илеп болған соң, ыдыстың түбіне сұйық май жағып, соның ішіне салып, бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Мен әрине духовканың ішіне саламын. Мен духовканы где-то 20-25 градусқа қосамын дағы. Соның ішіне 30-40 минутқа салып қоямын. Міне осында керемет болып көтерілді. Қазір енді бауырсақтарымызды жасаймыз. Қамырымызды жайып, өзімізге ұнайтын бауырсақтың формасын кесіп аламыз. Кескен кезде осындай қалдықтар қалады. Бұны қайтадан жаямыздағы, бұлардан тағы да бауырсақ жасаймыз. Аз ғана уақыттың ішінде осындай керемет болып көтерілді. Бауырсақ пісіру кезінде майдың қызуы өте маңызды. Бірінші қатты отта майды жақсылап қыздырып аламыз, содан соң орташа күйге қоямыздағы, сол орташа отта пісіреміз. Яғни бауырсағымыз жай-жайлап піседі. Мінекей біздің қып-қызыл, өте жұмсақ және өте дәмді бауырсақтарымыз дайын болды. Қазір дәмін көреміз. Жұп-жұмсақ, нәп-нәзік. Ортасы толықтай піскен, тәп-тәтті бауырсақтар. Ең күшті шығатын рецепттерім. Бұл рецептімен бауырсақ шынымен жарты сағатта көтеріледі және өте тез дайын болады. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер.